Баршаңызға сәлем YouTube. Сіздермен Нуранет. Егер видеоны дәл қазір түнде қарап жатсаңыз, әжетханаға барып келіңіз. Жақсы, қазір әзілдейтін уақыт емес. Бүгін мен сіздерге қорқынышты оқиға айтып беретін боламын. Жазғы каникулда мені ауылға үнемі жіберетін болды. Сол ауылдағы менің ағамның екі үйі болатын. Бірінші үйді тастап бәріміз үлкен үйде тұратын болдық. Ал екі үйдің арасы адам өтетіндей болатын. Содан бір күні мен түнде жалғыз далаға шығып келдім. Сол кезде екі үйдің арасы өте қараңғы болды. Бойымды үрей басты. Ал сол жерде бір дыбыс естілген сияқты болды. Мен одан әрі қорықтым. Содан мен сол дыбыс шыққан жерге бардым. Жақындаған сайын тынысым тарылып, бір уақытта ол жердегі дыбыс үдей бастады. Мен өз-өзіме: Нұрсұлтан, сен еркексің, соны ұмытпа, дедім. Бар батылдығымды жинап, сол ескі бөлменің есігін ашып қалдым. Қарасам, көптеген негелер менің видеомды қарап отыр. Достар, егер оқиға кішкене де болсын қорқынышты болса, лайк басыңыздар. Және де бұл видео өте қысқа болды. Мен осындай қысқаша оқиғалар шығара аламын. Әрине, ол үшін сіздер лайк басып, осындай менің қолдап отырсаңыздар болды. Айтпақшы достар, біз арнайы аниматорлар ұйымын ашқан болатынбыз, яғни кескін атты. Сондықтан да сол ВК тобымызға дәл қазір жазылып кетіңіздер. Сілтемеміз төменде, және де фанарт жіберетін болсаңыздар, ол да ВК парақшамда сілтемесі төменде болады. Ал осымен видеомыз аяқталды. Bye, go!